Семей қаласында майлы дақылдарды қайта өңдеу зауытының құрылысы аяқталуға жақын. Май зауытын осы жылы пайдалануға беру жоспарлануда. Бұл құрылыс жобасы елді отандық шикізатпен жабдықтап қана қоймай, 200 адамның екі қолына бір күрек болғалы тұр. Биыл Шығыс Қазақстан облысында Қытай, Өзбекстан, Тәжікстан, Иран, Үндістан, Пәкістан, Ауғанстан, Түркия, Еуроодақ елдері сияқты бағыттар бойынша дайын өнімді одан әрі экспорттауға арналған күнбағыс майы мен жоғары протеин түйіршікті шрот өндірісіне мамандандырылған Қазақ астық групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жаңа заманауи май экстракциялық зауыты пайда болады. Жаңа зауыттың құрылысы 2019 жылдың наурыз айында басталды. Шикізаттың қуаттылығы тәулігіне 1000 тоннаны немесе зығыр тұқымдары бойынша 800 тоннаны құрайды. Акционерлік қоғамдық бірлестік қысқа мерзімде негізгі құрал жабдықтар мен экстракция зауытының майын сатып алды. Кәсіпорынның басты мамандануы тазартылмаған май және шрот өндірісі. Кездейсоқ таңдалмаған Қазақстанның май өнеркәсібі өндірісі қуаттарының 80% дәл оны өндіруге мамандандырылған. В целом проект соответствует мандату банка. Қазақ астық групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сондай-ақ 4,4 миллиард теңге сомаға қарызды сақтандыру арқылы Қазақ экспорттық сақтандыру компаниясы акционерлік қоғамының тарапынан да қолдау тапты. Май экстракциялық зауыт салу және іске қосу бойынша Қазақ астық групп жобасының жалпы құны 12,5 миллиард теңгені құрады. Өндірістің жоғары автоматтандырылуына байланысты дайын өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін негізгі басқарушы лауазымдарға өзіндік майларын өндірудің әлемдік көшбасшысы Украинадан тәжірибелі мамандар шақырылды. Салынып жатқан май экстракциялық зауытының дайын өнімінің 90%-нан астамын сыртқы нарықтарға жеткізу жоспарлануда. Сондай-ақ рафинаттау және дезодоранциялау цехын, сондай-ақ үлкен тәжірибелік әлеуеті бар тазартылған май құю цехын пайдалануға беру жоспарда бар.